Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерменен арнайы шашпа палау жасайтын боламыз. Ең бірінші бізге керегі май, ет, сәбіз және пияз қажет болады. Ең бірінші қазанымызға 200 грамм сұйық майды құйып, кішкене қыздырып аламыз. Қызып тұрған майымызға осылай кесілген еттерімізді саламыз. Еттерді мен әдейі кесіп алдым. Бүтіндей салсаңыздар да болады, майдалап кесіп алсаңыздар да болады. Осылай кішігірім бөліктерге бөлсеңіздер де болады. Ол өз еріктеріңізге, ыңғайларыңызға қарай оны жасайсыздар. Еттеріміздің екі бетінде қып-қызыл әдемі етіп аударып екі жағын осылай қуырып аламыз. Екі беті де қып-қызыл болып қуырылған еттің үстінен пиязымызды саламыз. Негізі палаудың дәмді болуы осы пиязбенен сәбізге тікелей байланысты болады. Пиязыңыз қаншалықты көп болса, соншалықты дәмді палау шығады. Сәбізде қаншалықты көп болса, сондай дәмді шығатын болады. Сонымен қатар пиязды біз қып-қызыл етіп қуырамыз. Палаудың светі осы пияздың қуырылғанына сай келеді. Яғни ол дегені сіз пиязды қаншалықты қызыл етіп қуырасыз, палауыңыз күріштері солай қызғылт цветті беріп отырады. Ал егерде қызыл етпестен қуыратын болсаңыз, онда палаудың светі сарғыш түрде шығады. Тікелей осы пияздың қуырылуына светі байланысты болады. Қызарып қуырылған пиязымыздың үстінен біз туралған сәбізімізді саламыз. Сәбізді қатты қуырып тастаудың қажеті жоқ. Шамалы қозғап, шамалы қуырғаннан соң суын құятын боламыз. Барлығын жақсылап қуырып алып, су құямыз. Суды кішкене етпенен сәбіздің бетін жабатындай етіп қана құямыз. Енді күрішімізді жақсылап суы мөлдір болғанша тазалап жуып аламыз дағыны. Қазандағы сорпамыздың үстіне салып, әдемілеп орналастырып шығамыз. Сосын суы тартылғанша біраз қайнатамыз. Жақсылап суы тартылғаннан соң ортаға барлығын жинаймыз. Күріштердің барлығын ортаға жинақтай отырып, ортасын қасықтың көмегіменен тесіп қоямыз. Себебі арадағы күріштер жақсы толық пісу үшін. Одан кейін барып қазанымыздың қақпағын жауып 20 минутқа демдеп қоямыз. 20 минуттан кейін пісіп шыққан тамағымызды жақсылап қозғап, астындағы сәбіздерін бәрін түгел араластырып, легендерге салып, дастарханға тарту етеміз. Ас болсын. Достар, каналға тіркеліп, лайк, комментариймен қолдап отырыңыздар. Алдағы уақытта бұдан да тәтті тағамдарменен сіздермен бөлісетін боламын.